Сандуғаш мамыш қызы. Суын айғырлары аңыздан ақиқатқа. Суын айғырлары дегеніміз не? Суын айғырлары халық аңыздарында жиі кездесетін теңіз жылқыларының атауы. Мифтік көзқарас бойынша Сүмбіле мен Таразы айлары туғанда бұрынғы Тетис, қазіргі Каспий теңізінен шығатын Қамбар атаның айрықша жаратылысын әр тұста өмір сүрген жылқышылардың келтірген деректерінен естиміз. Судан шығатын жылқылар туралы аңыздардың барлығында Хазар немесе Тетис теңіздері айқын айтылады. Араға ұзақ жылдар салып, бірақ күнде ғана жағаға шығатын суын айғырларын маңғыстаулық жұрт айрықша құбылысқа балаған. Тіпті жапсарлас жатқан түрікмен ұлтының аңыздарында да кездеседі. Су жылқыларының жағаға шығатын тұсын есептеген жергілікті халық сол түні тұлпарын теңіз жағасына айдайтын көрінеді. Бұйра теңізден шығатын суын айғырлары бәріне болмаса да көп аттың ішінен біріне шауып тұқым қалдырады деп сенген. Ал суын айғырларының шатысынан туған құлынды ел көзінен оқшау ерекше баппен ұстады. Кейін ойдағы қырдағы атбегілер теңіз жылқысының қаны бар тұлпарға арымдап иелерін әкелген дейді. Аңыздар сөйлесен. Ел аузындағы аңызда бір ұрғашы құлын есейген соң түсінде суынды көріп ғашық болады. Ретін тауып жарық айлы түнде теңіз жағасын паналайды. Түнде жағаға шыққан суын айғыр жағадағы ту биеге шауып, одан құйрық жалы сүйретілген үстінен су тамшылап тұратын тұлпар туады деп айтылады. Түркмен аңызында жылқы мен жылқышылардың бірі Дүлдүл ата болған деседі. Оның бейнесі қазақтағы жылқы пірі Қамбар атаныкіне ұқсас. Хасарлы Хазар теңізінің кендірлі шығанағы Темір баба жерінде үстінен су тамшылап жүретін қасиетті мифтік кейіпкер болғаны айтылады. Дүлдүл атаның моласы да осы жерде қалған. Белгілі зерттеуші Серікбол Қондыбайдың еңбектерінде жазылған Қамбар ата туралы аңыздың көркемдік нұсқасы мынау. Қазақы түсінікте Қамбар деген жұлдыз бар. Ол күзден бастап көктем туған шаққа дейінгі аралықта түнгі аспаннан көрінеді мыс. Жергілікті жұрт осы мезгілді Қамбар тоғысы деп атайды екен. Демек, Қамбар ата көк жүзінен бірде адам, бірде ақ бозат кейпінде кездесетін миф. Түркменнің Дүлдүлі мен қазақтың Қамбар атасына ортақ бір құбылыс олардың су стихиясымен байланысты болуы. Мәселен, ертеректе айтылатын көл иесі Қамбар-ау, шөл иесі Қамбар-ау, қарағыма көз салау деген ауыздан ауызға жеткен жыр жолдары нақтылайды. Суын жылқысы туралы аңыздар Адай шежіресінде де кездеседі. Кіші жүздің кіші ұлының шежірелік әкесі Елтай есімді кісі кей деректерде Сириус жұлдызы, ал кей әңгімелерде суын айғырларының бейнесінде сипатталған. Шежіреде Елтай деген жігіт Қадырбайдың 10 ұлдан кейінгі қызы Ханбибіні әйелдікке алады. Одан Адай туады. Осы жердегі Қадырбайдың бейнесінің астарында теңіз және теңіз жылқыларының иесі деген мифтік бейне жатыр. Ал Ханбибі таңғы шолпанның келбеті. Осы аңызда шолпан жұлдыз суын бие кейпінде суреттелген. Суын сөзінің тегі сүйін биелері деген ұғымнан туындаған. Мұрын жырау айтқан Қарасай Қази жырындағы 80-дегі көкше бар, көкшенің мінгені тарлан ат, анасы еді сүйін бие дейтұғын жолдарын оқыдық. Көкше батыр уақ руынан шыққан Қамбар атаның ұрпағы, ерекше тұлпардың иесі ретінде айтылады. Жырдағы Қарасай есімді кейіпкер Ноғайлы батыры көкшеден Көкбүйрі атты атын даулаулайды. Бұл жайт Қарасай Қази жырының Мұрат Мөңкеұлы орындаған нұсқасында да көрініс тапқан. Ал маңғыстаулық Ұзақбай жыраудың Орақ Мамай жырына сүйенсек, ер жүректігімен даңғасқан көкше батырдың қолтығында құс қанаты бар қызыл тұлпарын Орақ батыр
міне алмай арманда кеткені жырланады. Тарихшы шежірешілердің пайымы бойынша теңіз жылқылары суын айғыр және сүйін бие атаулармен қолданылған. Көкше батырдың тарлан, көкбұйра делінген тұлпарлары біздің зерттеудегі суын жылқыларының ажырамас қосағы болып қалмақ. Аңыздарды қорыта келгендегі түсінік мынадай: Каспий теңізінен шығатын суын айғырлары жай ғана жылқылар емес, елге береке, ырыс әкелетін және халық пір тұтатын аталардың мифтік образы болуы да ғажап емес. Ақиқатқа ойысайық. Аңыздың ақиқатқа жанасар және бір тұсы Маңғыстауды қоныс еткен Саназарбайдың тұлпарлары және Шотықбайдың сұр аттары туралы көз көрген деректері. Саназарбай тарихи түбектегі белгілі тұлғалардың бірі. Ол биелерін Маңғыстаудың Темір Баба дейтін жерінде теңізге сұңғыла еніп жатқан тілші құмға айдапты. Мақсаты суын айғырына шатастыру. Көздеген мақсатына жеткен байдың бір үйір айрыша жылқысы болған, ал болмысынан текті тұлпарды бір көрмекке қала берді. Будандастыру үшін алыстан ат артып келетіндер де болған. Жазушы, шежіреші Бейсенбі әріптің еңбектерінде үйіріне суын айғырлары шапқан Шотықбайдың туралы әңгіме 18 ғасырдың тұсында болған деп топшалайды. Шотықбай аңыздан гөрі ақиқатқа келетін тұлға. Оның ұрпақтары Маңғыстауда қазірде өмір сүруі бек мүмкін. Әрине, зерттеуді, іздестіруді қажет етеді. Әлі күнге Маңғас мекеннің көнекөз қариялары аузынан Шотықбайдың сұр аттары деген сөздерін естиміз. Демек, аңыз ақиқатқа ұласады. Бүгінгі көзқарас табиғи бітім болмысы тұрғысында түркменнің ақалтекесі мен әлем таныған адай жылқысының түп тамыры суын айғырлары деп тұжырымдалып жүр. Суын айғырлары көзге көрінер кезде жергілікті жұрт ырыс құтасып, берекеге кенелетін сәтіне санайды. Сол себепті аңыздан астарынан ақиқатқа ұласқан теңіз жылқыларына деген түсінік қаз қалпында қала бермек. 2018 жылы 5 елдің басшысын бір арнаға тоғыстырған Каспий саммиті тұсында Ақтаудағы 15-ші шағын аудан жағалауынан бой көтерген Алпауыт амфитеатрдың маңдайшасы ретінде суын айғырының ескерткіші орнатылды. Бұл аңыз оқып, шежіре жаттаған бүгінгі ұрпақтың өткенге айтқан салауаты.